өзінің құқық қорғау органдары бізді қорғайды деп тұрсыз ғой, иә? Ол өзін қорғай алмай жатса, қалай сені қорғайды? Түбегейлі реформа жасау ұзаққа шөгер билік қолынан келмей отыр. Осы кеңестік жәндегі басқару жүйесінен айырылған жоқ. Осы 35 жылдың ішінде бізде ұлтымыздың идеологиясы қалыптасқан жоқ. Ашу жолмен келмеген, халықтың арасынан шықпаған адам не жақсы жасайды? Мемлекеттік қызметкер полицияның жүйенің кемшіліктерін айтуға қорқады. Хотя ол айтуға міндетті. Мобилографтар ма, басқалары ма, солар дайындап берген заңды парламенттегілер оны қабылдауға мәжбүр. Халықтың өзі де билік өкілдеріне заңға сенуден уже қалып бара жатыр. Шерзаттың өлімінде айтып тұрмыз ғой, тағы да сабақ болған жоқ. Асылбек аға, студиямызға қош келдіңіз. 2 жылға жетпейтін уақытта Талғарда бірнеше ауыр қылмыс тіркелді. Шерзаттың ісін, Шерзаттың резонансын бүкіл қазақ қоғамы біледі. Одан кейін Әлихан деген жігіт, үлкендер тарапынан жасөспірім жігіт қаза тапты. Енді міне Анвар есімді жігіттің тағы да сол Шерзат сияқты бірнеше топ жігіттің ұрып өлтіргені туралы ақпараттар тарап, туыстарының жан айқайы естіліп жатыр. Бұл осындай аз уақытта бірнеше ауыр қылмыстың тіркелуі бір аудан үшін қалыпты жағдай ма? Ассалаумағалейкум, қош көрдік, қош келдік. Өздеріңізге де амандық, елімізге тыныштық болсын. Иә, сіздердің студияларыңызға тек қана осындай хабарда келіп тұрмыз. Енді менің заңгерлік неме байланысты шығар, мамандығыма байланысты шығар. Бірақ өте өкінішті жағдайда сізге сұхбат беруге тура келіп тұр. Біріншіден, сол қиыншылықты көрген, сол қазаларды көрген отбасыларға көңіл айтамыз. Және бұндай оқиғалар болмас үшін қоғам болып бәріміз атсалысу керек деп үнемі айтып келеміз. Бұндай оқиғалардың қайталануы басқасы статистикаға байланысты бұдан да көп болуы мүмкін. Мен өткендегі берген сұхбатымда да айттым, қазір де айтамын. Қазіргі таңда халықтың өзі де біліп алды. Резонанстық істерді қоғамға жарияламаса, бұл жасырын қалып кету мүмкіндігі болатын халық жақсы біледі. Яғни көбіне көп жабылып қалатындай істер, иә? Негізінде статистиканы салыстырып көрсек, көптеген жерлерде болып жатыр, басқа да болып жатыр. Ал ішіндегі отбасыларға байланысты или ақпараттың таралып кетуіне байланысты кейбір істер әрине қоғамда талқылауға түсіп, ең қатты болғаны өздеріңіз білесіздер, 24 жылғы Шерзат баламыздың қаза болуы, одан кейінгі жәндегі бала ұрлау, адам өліміне алып келген оқиғалар, қазіргі таңда болып жатқан тағы да оқиғалар өте өкінішті. Бұның себептерін талқылау, болашақта болдырмау әрине бұл билік өкілдерінің, құқық қорғау органдарының және қоғамның қолындағы тұрған жағдай деп ойлаймын. Енді жаңа бала ұрлауға қатысты айтып қалдыңыз. Енді көп жағдайда осы нәрсе өткенде осы Талғарда бала ұрлау оқиғасында әйел бірінші полиция органдарына, құқық қорғау органдарына арыз бергені айтылды. Бірақ оны күдіктіні полиция қызметкерлері босатып жүрген. Кейін ол келіп оның баласын ұрлап туысын атып кетті. Бұл қалай ойлайсыз? Бұл бір жүйелік проблема ма, әлде бір кәсіби қателік болып есептеледі ме? Кез келген бизнес саласын алсақ та, басқа да басқару саласын алсақ та, егер басқару саласы немесе бизнестегі бір адамның, бір маманның қателігінен бүкіл бизнестің күйіп кетуі мүмкін. Сол сияқты қоғамда да бір участковый артқа қайта тоқталып кетейік. Ол жерде жаңағы билік өкілдері сол бала ұрлау, адам өліміне алып келген жағдай бойынша участковый инспекторды соттап, оған жаза бердік, анау деп құтыла салды.
А негізінде біз алдыңғы сұхбатта да сізге айттық, министрлік тарапынан осы жағдайларға байланысты үлкен талқылау болу керек еді. Өкінішке орай біз тек қана жаңағыдай кеңестік одақ кезіндегі сияқты жаңағыдай есеп беру, бәрі жақсы, мынау қысқарды, мынау көбейді, осындай істер атқарып жатырмыз деген жалпылама баяндамадан басқа ештеңе өзгеріс көріп отырған жоқпыз. Болған оқиғаларға байланысты бір қорытынды шешім қабылданған жоқ деп ойлаймын. Яғни бәрі қағаз жүзінде қалып кетіп қағаз жүзінде қалып кетіп жатыр. Оның көрінісі, егер жаңағы бизнесті айтып кеттім ғой, мысалға бизнесте бір маманның қателігінен болып жатқан болса, ол маманды қалай жұмысқа қабылдады, оның біліктігі неге төмен болды, ол оқиғаға, бизнестегі оқиғаға басқа мамандар неге уақытысында кедергі жасамады деген нәрселер туындап, келесі бизнес идеяларда сол нәрселерді болдырмауға тырысады. Немесе сол қателіктердің қорытындысында жаңадан кадрлық мәселені шешу жолдары, немесе жаңағы кадрларды қадағалау мәселелері жолдары шешіледі. Сол сияқты бұл оқиғалар қоғамға, оның ішіндегі қоғамдық тыныштығын қалыптастыратын құқық қорғау органдарына өз болған оқиғаға байланысты қателіктерді, немесе заңнамалардағы оперативті жұмысшылардың, тергеушілердің басқасының жұмыс істеуіне кедергі болатын баптармен қайта қарап, қайта депутаттарға ұсынып, осыны талқылау керек еді. Өкінішке орай қоғамда да уже қанша жылдан бері құқық қорғау саласында, сот жүйесінде түбегейлі реформа жасауды талап етіп жатырмыз. Алайда сөз күйінде қалып кетеді. Сондықтан бұл жүйелік системаның қателігі және бастапқы кінә сол жерде деп ойлаймын. Өйткені жаңағы бізде билік өкілдерінің тағы да бір халықты адастыру мақсатында ма білмеймін, пропаганда деп айтып жатамыз ғой. Жаңағы пәленшені жұмыстан шығарып жібердік, түгеншені жаңағы қамап жібердік, соттадық, анау деп құтылудан басқа, кеңестік одағы кезіндегі тәжірибені қолданудан басқа жаңа демократиялық елдердегі тәсілдерді қолдану әдісі осы уақытқа жоқ. Бұл басқа посткеңестік, постсоветтік деп айтамыз, мемлекеттерде осындай жағдай. Біз тәуелсіздік алғанымызға 35 жыл болса, 35 жылда ілгерілеген жағдайымыз өте аз. Заманауи эволюциялық жолмен ілгеріп жатқан шығармыз, жоқ деуге де болмайды оны. Бірақ түбегейлі реформа жасау ұзаққа шөгер билік қолынан келмей отыр. Енді 2024 жылы қайта оралайықшы, Шерзат ісі кезінде, резонанс кезінде Талғарда ОПГ бар екен деген көптеген әңгіме таралды. Сол кезде билік өкілдері әлем ресми мәлімдемесі Талғарда ОПГ жоқ деп мәлімдеді. Бірақ егер ОПГ жоқ деп айтуға қоғам керісінше келіспей отыр. Егер ОПГ жоқ болатын болса, Талғарда осындай жаңа сұхбаттың басында айтып кеттік қой, бірнеше жігіт қаза тапты деп. Жақында Талғарда тағы да бір жігітті ұрлап кетіп, қоқаң-лоққы жасап, көлігін тартып алды деген сияқты бақ беттерінде ақпарат тарап жатыр. Егер ОПГ жоқ дейтін болса, неге осындай бір кішкентай ауданда бірнеше ауыр қылмыс фактілері тоқтамай тұр? Бұл жерде мынандай жағдайларға мән беру керек. Шерзаттың өлімі кезінде ОПГ бар, жаңағы осындай қылмыстық топ алдын ала келіп бопсаламақшы болды, жаңағы деген нақты дәлелдер болды. Сол кезде жаңағы билік өкілдері, Бауыржан Әленов, министрдің орынбасары, ОПГ жоқ деген тақырыпты көтергеннен кейін, әрине ол резонанс болып кетті. Сізге берген сұхбатта осы туралы айтып кеттік. Ол кездегі жағдай бөлек, ол кезде аталды ОПГ туралы.
Мына кейінгі оқиғаларда бұндай нәрселер аталған жоқ. Сондықтан бұл жерде ОПГ бар, жоқ деген мәселені мүлдем көтеріп отырған жоқпыз. Бірақ жаңағы кез келген жаңа қылмыстық топ болсын, кезіндегі жаңағы біреулерге ұқсау, еліктеу деген нәрсе әрине алдыңғы жаңағы ОПГ жоқ деген дүниедегі сияқты сол қазір қылмыскер болды, қылмыскерлерге байланысты соған еліктеу несі осаққа шөр зардабын шегіп отыр қоғам. Талғар ауданы, оның ішінде Талғар ауданы, жастар еліктейді. Мынау ол кеңесті одағы кезінде де болған, бірақ ол кезде жаңағы қоғам тарапынан ондай ұру болатын болса, ұрлап отырған болса, қылмыс жасап отырып келген, түрменің ар жағында төрінде отырып келген адамдар болатын болса, қоғамда оған деген кері пікір, кері көзқарас болатын. Қазіргі таңда мен жастардың арасында байқаймын, кешеде көрген жерімде жастарға жаңағы тоқтам айтып жүрем. Мысалға енді не болса да айта салайын. Балдардың өздері жаңағы бір-біріне неғылған кезде мектептегі балдар, үлкендер, сіздер қатарлы жігіттердің өздері сушняк алшы деген сөздерді айтады. Мен соларға сушняк деп сендер түрмеге дайындалып жүрсіңдер, мынау дұрыс болмайды. Ол жаңағы жамандықты шақырады. Абай болыңдар тілдеріңе деп үгіт насихатты айтып жатсаң, қазір бәрі сөйтіп айтады ғой деп түсінгісі келмейді. Бұл қоғамдағы жаңағы сіздің алғашқы тақырыптар барлығы бірдей. Қоғамдағы осындай дүниелерге қарсылық өте төмендігін көрсетеді. Еліктеу, басқасының барлығы қоғамда даже кино саласы болсын, басқасы болсын, бұқтанбас нелерде шықты ғой, өлеңдерді де айтып жатыр, киноларды да айтып жатыр деген сияқты. Бұндайға жүйелі түрде, комплексті түрде билік осыны қоғамды әділетті, шын мәнінде әділетті қоғам орнатуға атсалысу керек. Оның ішінде тек қана құқық қорғау органдары емес, жалпы біздің бағдарлама, еліміздің болашағы туралы мықты бағдарлама даярлану керек. Өкінішке орай осаққа шөр ол идеологияны жетектейтін сала бізде қалыптасқан жоқ. Осаққа шөр. Жақсы бір тақырыпты айтып қалдыңыз. Енді қазір жастарымыз әлі де өкінішке қарай қылмыс өкілдеріне еліктеу тоқтамай тұр деп айттыңыз ғой. Қазақта мындай сөз болды кезінде, ат жақсы кермеде, ер жақсы түрмеде деген. Бірақ енді ол кезде енді бұл 20 ғасыр, 19 ғасыр деп айтайықшы. Қазақтың игі жақсылары, бас көтерерлері отаршылдыққа қарсы күресті. Соның кесірінен олар түрмеге түсті. Бұл сөздер сол кезде шықты деп ойлаймын. Ер жақсы түрме деген. Бірақ енді қазір қоғамның, жастардың әлі де сол қылмыс өкілдеріне 90 жылдарда мына рэкет деген сөзге еліктеуіне не себеп болып отыр деп ойлайсыз? Біздің санамызды, қоғамның, жастардың санасын өзгерту үшін, жаңа өзіңіз айтқандай әділетті қоғам, әділетті Қазақстан, заң үстемдік ететін ортада өмір сүру үшін қай жағына қарай өзгертуіміз керек өзін? Заңгерлік кеңес ретінде айтсаңыз. Заңгер ретінде айтатын болсам, жаңағы жақсы сөзі бар ғой, кімнің айтқан есімде жоқ. Саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген. Оның жерден заңгер болсам да, саясатқа қарай, тақырып саясатқа қарай кетіп қалады. Енді өзіңіз қараңыз, адам өзінің даму барысында жаңағы біздің қазақтың қиыншылық замандарындағы бір нені мақалда айтып отырсыз ғой, мақал мәтелде. Ол кездегі уақыт бөлек еді, қазіргі уақыт бөлек деп. Ол кездегі жан айқай тақырыбы бөлек болатын, отаршылдыққа қарсы егемендік алу, еркіндік алу мәселелері. Қазіргі таңда
егемендігімізді алдық, дербес мемлекет болдық, неге осындаймыз деген жағдай. Біз егемендік алғанымен анау кезіндегі бір байдың баласы сияқты, байдың баласы түк көрмеген, шалқып өмір сүрген, әкесі оны үйлендіріп, жаңағыдегі енді өзін бөлек шығарып, өзің енді осыны адам бол десе, ол еңбекке, басқаруға, туған туысқанмен араласуды үйренбеген, сондай надандықта еркелеп тәрбиеленген болатын болса, ол ана бір жылдың ішінде малын тауысып, әкесіне қайттан келеді, әйелімен ажырасып па, басқа қылып па. Сол сияқты біз егемендігімізді алғанымен посткеңестік жұмыс істеу тәсілінен, посткеңестік жаңағы басқару жүйесінен айырылған жоқпыз. Соған қайта келе береміз. Жаңа тәсіл, жаңа елдердегі, демократиялық елдердегі тәсілдерді игеру, оны енгізу заңдарға деген дүниеде біз өте төмен кешен қалып қалдық. Оны енді жүзеге асыратын кім? Енді былай қарасаң, біз басқару жүйесі халыққа бағыт бағдар беріп, соған қалай жету тәсілдерін көрсетіп, сол жағында, сол салада жұмыс істеу керек. Халық барлығы заңды білу, немесе және экономиканы білу міндетті емес қой, өзінің жұмысын істеп жатыр. Бірақ басқару жүйесі сол жолды көрсету керек бізге. Мен айтып отырмын ғой, осы 35 жылдың ішінде бізде ұлтымыздың идеологиясы қалыптасқан жоқ. Сондықтан баяғы кеңестік неге сүйенеміз, баяғы жаңағы сіз жақсы айтып қалдыңыз ғой, дербестікті аңсап жүрген уақыттағы батырларымыздың, басқаларының уақытысындағы осындай қазақ деген, ел болсақ деген армандарына жеткенмен біз жалтақтауды, отаршылдықтан әлі шыққан жоқпыз. Сондықтан жалтақтау, қазақ десе қорқу, қазақ деп айтуға ұялу, сол сияқты үлкен мәселелер түбіне сайып келгенде басқару жүйесіне келіп тіреледі. Басқару жүйесінде осындай ашықтықпен келмеген екен, халықтың атынан сайланбаған екен, депутаттардың да, басқалардың да өкінішке орай ол сайланбаған немесе ашық жолмен келмеген, халықтың арасынан шықпаған адам не жақсы жасайды? Керісінше басу айту, жаңағы Шерзаттың несі өлімі неге сабақ болған жоқ деген айтып отырмыз ғой. Содан біз қорытынды шығарып, оны сабақ қылып, болдырмау мақсатында жұмыс істеуге әлі ынталы емес. Посткеңестік дәуірдегі сияқты әлі де өзінің мансабын сақтау барысында, министр деп айтып жатырмыз ғой, министрді жамандай беретін соң, оның бір заңды өзгертіп, құқылы жоқ, ниеті жоқ. Ал егер үкімет басындағы отырған азаматтар бізге ертеңнен бастап қағаз жүзінде емес, телеарналар үшін емес, шынайы әділетті Қазақстан орнатамыз десе, онда дөңгелек столға барлығын шақырып, қоғам өкілдерін, адвокаттарын бар, сол оперативтік полиция қызметкерлері бар шақырып, қай жерлерде не жасауымыз керек, қай жерде қандай саланы дұрыстауымыз керек. Біреу айтатын шығар, айлықтарын көбейту керек деп, біреу айтатын шығар, техникалық базаны күшейту керек, біреу айтатын шығар, заңдарға өзгеріс. Соның барлығын қорытындап, ашық столда талқылау керек. Өкінішке орай ол болып тұрған жоқ. Сіз жаңағы ерлердің төрелері түрмеде дедіңіз ғой. Сол мәселелерді көтерем деген азаматтар қазіргі таңда керісінше түрмеге или сотталып, қудалауға ұшырауда. Бұл бөлек тақырып. Қазірде мысалға сіз екеуміз бір Талғардағы болған жағдайларды, басқаларды біліп, болдырмау мақсатында сіз жақсы ниетпен шақырып отырсыз. Мен жақсы ниетпен
айтып отырмын. Бірақ билік басындағы бір мансап иесі отырып алып бізді жамандап жатыр деп ойласа, ертең оны қолпаштайтын қасындағы біреулері болатын болса, ертең сіздің де арналарыңызды жабу, мені де жалған ақпарат берді деп жауапкершілікке тарту әбден мүмкін. Сіздер осыны ашық талқылап отырған, біздер айтуға тырысып отырған, ол енді былай қарасаң адами парызымызды, азаматтық парызымызды, қазақи міндетімізді. Осы мәселені түсінбейтін қоғамда, ол қоғамды басқарып отырған билік өкілдерінде осындай түсініспеушілік болып тұрған кезде, ертең бұдан да үлкен шиеленістер болуы мүмкін. Бұны шешу керек. Енді жақсы бір сөз айтып қалдыңыз. Қазіргі күнде журналистер дабыл қағып жатыр, пресс-конференция өткізіп жатыр. Қазір қоғамда 270 бап деген бап модаға айналды. Кез келген нәрсеге осы бапты билік өкілдері қоса беретін болды деп айтып жатыр. Жалған ақпараттар, немесе ұлтараздықты қоздырды, қоғамда резонанс тудырды деген сияқты. Көптеген өзіңіз айтқан азаматтар осы баппен, тіпті журналистерде қазір қамауда отыр, үйқымақтап отыр, немесе қылмыстық соғып қамалып кетті. Заңгер ретінде өзіңіз қалай ойлайсыз? Бұл бапты осындай билік өкілдерінің кез келген жерге қолдана беруі қаншалықты заңды? Негізі бұл бап бұрында бар еді, бірақ кейінгі уақытта шынымен де бақ өкілдері айтқандай модаға айналып бара жатыр. Модаға айналып бара жатыр деген дүниеде мен қазіргі билік басындағы отырғандардың, ол әдейі жасалды ғой, әрине. Кеше конституциямыз, жаңа ата заңымыз қабылданды. Ол жерде де көптеген кемшіліктері бар. Кемшілікті айтам деген адамдар қудалауға түсті. Енді ата заңмен бекітілгеннен кейін қалған ата заңнан төменгі заңдарды біраз өзгеріске түсуі мүмкін ертең. Ата заңға келтіру мақсатында, тіл туралы болсын, басқасы болсын. Осы жерде заңды қабылдайтын орган кім? Біздің болашақтағы парламент, қазіргі парламент және мәжіліс. Оларға дайындайтын, талқыланбаған заңдарды ұсынатындар кім? Министрліктер, басқалары, жәндегі анау блогерлері ма, мобилографтары ма, басқалары ма, солар дайындап берген заңды парламенттегілер оны қабылдауға мәжбүр. Соңында сол басында дұрыс талқыланбаған қоғамдық жәндегі неге талқылауға түспеген дүниелер халықта ойлады ғой, мен басыма кеп атқан жоқ, мен журналист емес, мен жұмысшымын, қарапайым деген. Осындай әр кімнің немқұрайдылығына қазір жеке адамдар зардап шегуде. Түсіндіңіз ба? Өз әлеуметтік желіде жүр ғой, журналистер, басқалар қаншасы қудалауға түсіп отыр. Бойкот жариялаймын деген оразалы, бойкот, тек қана бойкотпен шешу керек деген оразалы Ержанов, одан басқа алдындағы АЭС-ке қарсымыз деп жүрген жігіттерді қудалау. Бұның барлығы билік өкілдерінде бір тапсырма бар сияқты. Қоғамды тек қана бағынышты түрде қорқынышта ұстау, болашақтағы қоғам жәндегі үнсіз, тек қана орындаушы ғана, немесе тұтынушы ғана болу керек деген үлкен аналитиктердің нелері бар. Әлеуметтік желіде іздесеңіз көріп жатырсыз. Қазір тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде де бір үлкен өзгерістер болғанда жаман жағына өзгерістер болып жатыр. Әділетті деген мынау басқа сыймайтын істердің арқасында соғыстар болып жатыр. Былай қарасаң, соғыс болатын дүние емес, келісіп, кез келген нәрсені шешуге болады. Кезінде анау біріккен ООН-ымыз бар, басқасы бар. Сол жүйелердің барлығы, сол қалыптасқан, қанша жылда қалыптасқан дүниелердің барлығы қазір жұмыс істеп тұрған жоқ. Бұл жаңа адамзаттың өзі де жаңа форматта құрылып, осы дағдарыстардан шығу жол іздеуде қазіргі таңда. Өйткені адам болған екен, қоғам болған екен, біз
жақсы жағына қарай ұмтылуымыз керек қой. Өкінішке орай біздің билік өкілдерінде жақсы жағына ұмтылыс қазіргі таңда көрінбейді. Жақын ортада бұндай оқиғалардың алдын алу жұмыстары бір нәтиже береді дегенге өз басым сенуден қалдым. Қоғамда қазір халықтың өзі де билік өкілдеріне, заңға сенуден уже қалып бара жатыр. Бұл өте жаман құбылыс, бұның соңы жақсылыққа апармайтыны анық. Енді Талғарға қайтып оралайық жаңа. Бақбеттерінде Ғалымжан Кәрім есімді жігіттің иесіз молаға көміліп, оның шайдан кейін туыстары тапқанын айтып, жанайқайын жеткізіп жатты. Сол кезде қаза болған жігіт мені полиция қинады, сосын жоғалып кетті немесе суицид жасадым деген сияқты деген мәнде бір жазба қалдырып кетті. Хабарлама қалдырып кетті. Жақында біздің студиямызға Марат Әпешев атты азамат келіп, өзінің туысы Әзиз Әпешевтің түрмеге жазықсыз қамалып жатқанын айтты. Ол кісінің айтуы бойынша туысы жанармай бекетінде жұмыс істеп жатқанда бір кісі келіп, ортада конфликт пайда болып, олар полиция шақырған, полиция кейін сол қаза тапқан жігітті электрошокермен ұрған деген сияқты, қинаған деген сияқты әңгіме айтты. Оның видеосын да жолдады. Жалпы сіз қалай ойлайсыз, біздің қоғамда құқық қорғау органдарында осы пытка әрекет, қинау, азаптау, неге ол тоқтамай тұр? Бізде әрине ол жаңағы бірнеше себептерге байланысты, жаңағы арызданушылардың өздеріне де байланысты, соңына дейін бармауы. Біздің заң бойынша сот шешімі шықпайынша жалған ақпарат беруге болмайды, немесе тергеу құпиясын жариялауға болмайды деген баптар бар. Алдын ала айта алмайсың. Өзің көзің жетіп тұрса да, соттың шешімінсіз оны қылмыскер деп те айтуға болмайды. Ал жаңағы билікті жамандап келдік те, соңында ең соңғы полиция қызметкеріне шүгір, биліктен дербестігі төмен болғандықтан билікке тәуелді. Ал билік бізде, билік өкілдері, құқық қорғау органдары, министрліктер болсын, әр аудандағы қадағалап отырғанда, болдырмау мақсатында қадағалап отырған жоқ деп ойлаймын. Ал керісінше, анау жарияланып кетпесін, анау интернетке шығып кетпесін деген мақсатта жұмыс істеп отыр. Статистиканың да кейбір мәліметтерде статистиканың төмен болуы, мынау учаскалық инспектордан басталады, көп оқиғалар учаскалық инспекторды шақырудан басталады заң ретінде. Сол кезде учаскалық инспекторлер анық-анығына жетпей жатып, екі жаққа жаңағы татуласаңдар, арыз жазып не қыласың деген сөздерден бастайды. Оның ертең қандай зардаптарға апаруын ойланбайтын учаскелік полиция қызметкері бастығының алдында жаңағы оларда соншама материалдардың істердің көптігі соншалық, олар үлгермей жатыр қазір. Арыздардан болған оқиғалардың несінен. Оғанда ол жаңағы біреудің мен ұрып кетті деген материалын оны үйінен барып іздеп басқа табу оғанда керек жоқ негізінде. Былай қарасаң, түсінікті. Оның барлығы не? Оның барлығы заңдардың бізде осы оқиғаларға қарама-қарсы жұмыс істеу алгоритмдері дұрыс емес. Мен айтып тұрмын ғой, ол үшін барлық қызметкерлерді, сол құқық қорғау саласындағы қызметкер, полиция қызметкерлерін, прокурор қызметкерлерін, адвокаттарды қосып алып, бұл мәселені қалай тоқтатамыз деген мәселеге үлкен заңдар қабылдану керек, реформалар жасалыну керек. Ашықтық, ең бастысы ашықтық болу керек. Бізде жаңағы бастығы ертең система қалай жұмыс істейді бізде? Егер бір жерде қатты бір мектептің балдары төбелесіп қалса, ойбай директоры жабуға тырысады. Біріншіден,
әкімшіліктегілері, әкімшіліктің сол мектептерді қадағалайтын нелері ол оқыған директордан сұрайды, ананы жабуға болмады ма, әке-шешесінен кешірім сұрап, бүйте салмадыңдар ма, үйтте салмадыңдар ма деген сияқты. Жылы жабуға тырысады. Учаскалық полиция неғылса да болып балдар неғыла салып та төбелесіп қалыпты, ода тұрған не бар. Ақыр жағында бұндай нәрселердің барлығын бір кешіресін, екі кешіресін түбінде жаңағы адам өмірінен алу жағдайларына әкеліп жатқан жағдайлар бар. Біз есіңізге түсіріп өтейін, жаңа кезіндегі хутор деп айтып қой, хуторлықтардың көп айтады. хуторлықтар сол кезде жаңағы сол мекенжайдағы Тұрар мекенжайындағылар үлкен қариялары бар, басқасы бар, балдар төбелесіп қалыпты, не болды соншама деп шықты ғой. Жаңағы Хасан өте жақсы жігіт, анау деп. Бұл қоғамның осылай адасуы. Оны қоғамда адастырып отырған тағы да келіп сол саясатқа келіп тіреліп билік өкілдерінің ашықтығының жоқтығынан. Егер ол дұрыс емес деп басқа деп қаралап, басқа қылып, ұятқа қалдырып неғып жататын болса, ол кісілер сол ашықтан ашық бір нелерді, бұзақыларды жақтап шықпаса еді. Керісінше барып кешірім сұрап, балдарына қадағалауды көбейтіп, сол айтқан мектеп директорлері де анау болған оқығанын жасыруға тырыспай, сол мектепте қайталанбасын деп шыр көбелек айналып жұмыс істеудің орнына ол жасырып жатыр. Жасырған, қазақта жақсы сөз бар ғой, жасырған ауруын жасырған аңдамай өледі деген. Сол сияқты осындай нәтижелерге алып бара жатыр. Шерзаттың өлімінде айтып тұрмыз ғой, тағы да сабақ болған жоқ. Бұл қоғамда үлкен резонанс тудырғанымен осыны қайталанбау жөнінде жұмыс істейтін құқық қорғау органдары тиісті міндеттерін, жұмыстарын атқарған жоқ деп ойлаймын. Қоғамды керісінше алдаусыратып, жаңағы ана әкімді жұмыстан шығарып жіберді, мына полиция қызметкерлерін прокурорды ауыстырдық дегендердің бәрін алдаусыратып қоя салды. Бірақ олардың ешқайсысы да жұмыстан шыққан жоқ. Көбісі басқа жаққа жұмысқа ауысып кетті, өз еркімен кетті. Заң тілімен айтқанда жазаланған жоқ. Жазаланбаған нәрседе, жауапкершілігі төмен нәрседе ол қайталану мүмкіндігі арта береді. Біздің полиция қызметкерлері де кешегі Шерзаттың өлімінен кейін мысалға полиция қызметкерлері бір өздеріне қорытынды жасап, бұдан кейін мен абайлап жүрейін, мынандай нәрселерді жасамаймыз деген бір қорытынды жасау керек қой, былай қарасаң. Өкінішке қарай ол болып тұрған жоқ. Артынша жаңағы адам ұрлау, ол соған полиция қызметкерлерінде жамандай беретін болсаң, оған мына жүйедегі, қалыптасқан жүйедегі тәртіп, күнделікті жұмыс кестесі, бастығына беретін баяндамалары, өтірік статистика беру жүйелерінің барлығын тураланбайынша, ол полиция қызметкері де сол жүйеге, қалыптасқан жүйеге сиып, сол жүйенің жаңағы талабымен жұмыс істей бастайды. Ол да соған көнеді. Барған кезде, мысалы мен заңгер болам деген кезде, кішкентай кезімде қылмыскерлерді ұстаймын, бүйтемін деп армандайсың ғой. Бірақ ана жүйеге кіргеннен кейін, сол жүйенің нанын жегеннен кейін, жүйедегі ананы ол жердегі түсініктер басқа. Мысалға жаңағы сол жүйедегі осындай заң бұзушылықпен неғып жатыр, ұрыны ұстадық или басқа деп интернетке шықсыншы. Бастығы сен неге менен рұқсат сұрамадың? Басқа деп оны тәртіптік жазаға тарту мүмкіндігі бар. Сондықтан ол мемлекеттік қызметкерді жақтап отырсады. Түсіндіңіз бе? Мемлекеттік қызметкер полицияның жүйенің кемшіліктерін айтуға қорқады. Хотя ол айтуға міндетті. Бірақ мысалы айтып кетейін, мысалға біздің Талғар ауданының біреулер айтуы мүмкін, полиция қызметкерлеріне жағдай жасалу керек. Ол барлығы
ол дүниелерде ескерілу керек. Жаңағы мынау бір реформа жасау кезінде. Біздегі полиция, Талғар ауданындағы полиция қызметкерлері ескі ғимаратта отыр. Осаққа шүр ескі ғимаратта отыр. Сол ғимаратқа салуға жер бөлінген. Алайда Осаққа шүр әлі ғимаратына ақша бөлінбейді, салынбайды. Сол ғимараттың ішіндегілер полиция қызметкерлері, енді олардың жұмыс істеу орны жақсы болмаса, сіздердегі сияқты таза мүмкіншіліктің бәрі болмаса, интернеті болып, оның жұмыс істеу қабілеті де төмендейді. Ол жерде қысты күні мысалы Осаққа шүр жан-жағының бәрі бүкіл Талғарға газдалғанымен газға қосылмаған. Солярка сатып алып, солярка жағады мысалы. Сондай ескі ғимарат қой енді. Соны жаңа тұрғыда салуға мен айтайын деген полиция қызметкерлері бастығынан бастап бізге ғимаратты қасына салып бересіңдер деп талап ету керек. Талап етуге қорқады. Ол жағдаймен толықтай айналысқан, ол кездерде бір қыстың күні суық болып қамалғаным бар. Сол кезде жаңағыдегі байғұс елдер мен айқайламасындар, мен ана жерде отоплениелерін қашан қосасыңдар, неге қосылмай жатыр деген кезде то насосы бұзылып қалды, то солярка жоқ, бірдеңке. Ең соңында прокурорды шақыр, бастықтарын шақыр десем, маған жаңағыдегі обогреватель дейміз ғой, орысша айтқанда жылытқышты мен камерама қойып қойғанда өздері жаурап, қалың киімдер киіп жүр. Сендер жаурап жатсыңдар ғой. Менен қорыққаннан маған өздерінің жылытқыштарын береді, ал бүкіл түрме тоңып отыр. Сонда мен күлем ғой, тоңып отырық деп бастығыңа айтамасам, аға біз үйреніп қалған, мен бүгін сменде тұрсам болды, ертең басқа біреу келеді. Сол мәселе Осаққа шүр тұр. Оны бастықтарына да айтқам, Шерзаттың алдындағы бастықтарына да басқа. Сен өзің тоңып отырмын деп айтамасаң, жұмысшыларыңды сонымен қамтамасыз етамасаң, сен несіне басшы болып отырсың? Облысқа айтқанбыз, олар үндемеңдер, ақша жоқ, қаражат жоқ. Сонымен әлі келе жатыр ма? Әлі келе жатыр. Мен айтам ғой, жаңағыда мен қоғамдық белсенді ретінде, заңгер ретінде осы тақырыпты көтерейін. Жоғары жақтағы біреулеріне ойбай көтермеңізші аға. Керек емес дейді. Бізге анаяқтағылар ұрсады, ертең неғылу мүмкін дейді. Міне, біздің қоғамның ол сізге де сұрақ қылып қояйын, көрермендеріңізге сұрақ қояйын. Егер өзінің құқық қорғау органдары бізді қорғайды деп тұрсыз ғой, қорғау керек қой енді, заң бойынша да сондай. Сол үшін айлық алады, басқа қалады деген сөз. Ол өзін қорғай алмай жатса, қалай сені қорғайды? Айтыңызшы. Өзінің жаурап атқанын, тоңып атқанын айта алмаса, ол сені қалай қорғайды? Сенің сұрағыңды қалай шешеді? Бізде мемлекеттік қызметкерлер туралы заң бар. Бұны әкімдерге де айтам. Жаңа құқық қорғау саласындағы жұмысшыларға да айтам. Сен халық үшін жұмыс істейсің ба? Халық үшін жұмыс істейміз ғой дейді. Сен өзіңді өзің қамтамасыз ете алмасаң, өзіңді өзің қорғай алмасаң, сен басқаны қалай жарылқайсың? Енді біз мемлекеттік қызметкеріміз. Айналайын мемлекеттік қызметкер соншама сорлы болсын деген заң жоқ. Сен, мысалға, сіз екеуміз енді халыққа жеткізіп, осы ой пікірімізді жеткізуге тырысып отырмыз ғой. Сіз журналист ретінде, мен заңгер ретінде деген сияқты. Біздің айырмашылығымыз, біз ашық айта аламыз, айтып отырмыз. Мемлекеттік қызметкер, қазір менің орныма прокурорды или басқа біреуді шақырсаңыз, полицияның бастығын, айта алмайды. Ондай нәрселерді айта алмайды. Бізге осындай ғимарат салып беріңдер, жылы ғимарат салып беріңдер, айта алмайды. Техникалық жаңағы қамтамасыз не туралы вообще сөз сөйлеудің қажеті жоқ. Мен ана жаңағы бір істермен, тергеушілермен өткенде ғана сөйлесіп неғып қалдым. Интернет, мынау неде ашық ақпаратта тұр ғой десем, интернетті бізге қосуға болмайды дейді. Ғимаратта интернет жоқ. Білем, түсінем, ғимарат полиция қызметкерлерінің стратегиялық маңызды аймақ екен.
Бірақ интернеттің оған не қатысы бар? Жұмыс істеу керек қой. Ауа райы туралы мәліметті маған әкеліп беріңізші десем, интернетің бар емес, компьютердің тұр ғой десем, бізге интернет қосылмайды. Осындай жағдайда полиция қызметкерлерін де кейде аяп кетесің. Сондықтан жүйелі түрде күрделі өзгеріс керек деп айтып отырмын. Ол обязательно қазір біреу түсінуі мүмкін, мынау құқық қорғау органдарының бәрін жамандап отыр деп. Жоқ, керісінше біз жұмыс істеуге мүмкіншілік жасауымыз керек, болашағымызды ойласақ. Ал жаңағы жалған ақпарат беріп әйтеуір сен аман бол, мен аман бол, бүгін күнім жақсы өтсе, ертең күнді көрерміз деп жүретін ұстанымда болатын болса, біз Қазақстан еш уақытта дамымаймыз. Құқықтық мемлекет түгілі, әділетті Қазақстан түгілі, өзіміздің құқығымызды қорғауымыз қиын да болады. Өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, жаңағыдағы журналистердің, заңгерлердің қысымы. Ана адвокаттардың өздері жауапкершілікке тартылып жатыр. Былай қарасаң, адвокат ол заң бұзу емес, заңды сыйлауға шақырамыз біз. Ал өз жауапкершілікке тартып жатқаннан кейін қоғам не деп ойламайды. Қазір қоғамда өте қатты сенімсіздік туындап отыр. Осы Шерзат оқиғасында резонанс кезінде ішкі істер министрінің орынбасары Айдос Рысбаев қызметіне кетті осы оқиғаға байланысты. Бірақ көп өтпей басқа жоғары қызметке тағайындалды. Жалпы сол кезде қоғам арасында бұған қатысты резонанс болды. Ішкі істер құқық қорғау органдары өз қызметкерін шетке тастамайды деген. Жалпы осындай бір резонансты оқиға кезінде бізде құқық қорғау органдарындағы жоғары қызметкерді жұмысынан алып тастау егіз кешегін Алматыдағы резонансты болған жол апаты кезінде де Алматыдағы құқық қорғау органдары жұмыстан кетті деп айтылып жатты. Мысалы үшін тағы бір мысал келтірейін. Жақында Астанада прокурор масаң күйде ұсталды деді, бірақ ол қамалмады. Заң бойынша қамалу керек еді негізі. Оның бір статусы бар деп қамалмады деп айтты. Осы жерде бір заңды сұрақ туады. Неге бізде осындай жағдайларда заң бәріне ортақ жұмыс істемейді? Неге осындай бір артықшылық беріп қоямыз шенді қызметкерлерге? Бұл жалпы заң тұрғысынан, этика тұрғысынан келгенде дұрыс па жалпы? Әрине дұрыс емес. Біздің ата заңымызда барлық азаматтар тең құқылы деп жазылған. Тең құқылы болса, ол азамат болатын болса, хотя погоны бар. Неге ол басқа азаматтар сияқты қамалмайды? Неге жауапкершілікке тарту мәртебесі, және мәртебе деп қойғанбыз ғой, депутаттарды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін алдымен жаңағыдай неден сұрау керек, рұқсат төрағаларынан сұрау керек деген сияқты. Оның барлығы біреудің мәртебесін қарама қайшы келетін, ата заңымыз қайшы келетін заңға қайшы біреулерге мансабына мәртебе беру. Бұл әрине демократиялық елдерде ол қалыптасқан жауапкершілікке тарту. Кореяның президенттері мысалға, немесе басқа президенттердің балаларын жауапкершілікке тартып жатады ғой. Біз өкінішке орай қоғам соған рұқсат беріп отырмыз, көз жұмып отырмыз. Қоғам неге рұқсат беріп отыр? Қоғамның да өзінің айтатыны бар, бәрін қамап жатыр, қорқамыз дейді. Түбіне келген кезде билік басындағы отырғандар да осы қоғамның мүшесі, төмендегі жұмысшы, біз сияқты қарапайым адамдар да сол қоғамның мүшесі. Түптеп алған кезде ортақ Қазақстанымызды бәріміз жабылып, төмен қарай итермелеп жатырмыз. Ол жаңағы прокурорды, алдындағы масаң күйде ұсталған сотты қамамады деп резонанс туып жатты ғой. Оларға заңмен сондай мәртебе беріліп қойған, өкінішке орай. Бұның бәрін қайта қарау үшін үлкен жігер, намыс керек. Үлкен жігер, намыс керек. Заңгерлердің тілімен айтатын болсақ, ол қарама-қайшылықтарды қазір мен сіз сұрамасаңыз да өзім айтып қалдым. Ата заңда барлық азаматтардың құқықтары тең деп отырмыз. Тең болатын болса,
Неге заң бойынша жазаланбайды деген жазаланбайды деп. иә. Оны қарапайым адам да біледі. Ал ол содан кейін жазаланбағаннан кейін шын мәнінде қарапайым халықта сұрақ туады, анау неге жауапкершілікке тартпайды? Біз неге тартыламыз? Неге жауапкершілік туралы мына жердегі жаңағы бүкіл бүгінгі тақырыптағы дүниенің барлығы жауапкершілікке тарту дүниесі өте шиеленістірілген біздің заңнамалармен. Мемлекеттік заң қызметкерлер туралы заң бойынша немесе жаңағы сол үшінші биліктің несі өкілі сот жүйесі ғой. Сот жүйесі соттап әділдікті бізге көрсету керек, шынайы әділдікті. Ал соттың өзі көптеген қазір халықтың, мен азаматтық істермен де айналсам, көптеген азаматтардың проблемасы, күнделікті проблемасы мына билік өкілдерімен. Әкім ананы бермей қойды, мына жерге осындай болып қалды, немесе сотқа пәленшені арыз түсіреді, жаңағы өзінің қарыздарын өндіре алмай, сот дұрыс қарамайды. Сотты жауапкершілікке, мына процессуалдық нормаларды бұздың деп жауапкершілікке тартайын десең, ерекше мәртебесі бар. Ерекше мәртебесі бар. Баяғыда маған атымды атамай қойын, енді қазір сен емессің мен сотқа тағайындаған деген жауаптарды естігемін соттардың өз ауыздарынан. Мен президент тағайындаған деп. Сондықтан әкімдердің де, соттардың да, сот төрағалардың анау өзінің қарамағындағы сотқа сені жұмыстан шығартамыз, анау деп те айтамайды. Әкімдердің де өзінің орынбасарларын жұмыстан шығарам деп айтамайды. Жұмыс беруші өзі келісімшартқа өзі. Бірақ оны жіберген облыс әкімі. Облыстық мәслихатпен бекітіледі орынбасар нелері, жаңа конкурс арқылы. Значит, оны анау шығару үшін оның көкелерімен келісу керек деген сияқты өте күрделі мемлекеттік қызметкерге алу, тағайындау, оларды жазалау деген нәрселерде осындай шиеленісті сұрақтар бар, бір-біріне қарама қайшы келетін сұрақтар, заңдар бар. Енді тағы бір соңғы сұрағымды қойайын. Біздің қоғамда, өзіңіз айтып қалдыңыз, құқық органдарына халықтың сенімі азайып бара жатыр деген. Иә, менің айналамдағы адамдарда бір полицияны көргенде өзін жайсыз сезініп қалатын кезі болады әрине. Мен бір заң бұздым ба, маған келе жатыр ма, мені тексерейін деп жатыр ма деген сияқты, бір документім қайда еді деп қалтасын қарманып деген сияқты. Жалпы Қазақстанда тұрса да, қазақ азаматы болса да, осы елдің адамдары неге өздерін бір иммигранттай сезінеді? Бұған не себеп болды? Біз неге полицияны көргенде осындай бір жайсыз күйге түсеміз? Енді полицияны көрген кезінде айтады ғой, заң диктаты болу керек. Заң үстемдігі, диктат деген үстемдік қой. Заң үстемдігі болу керек. Заң үстемдігі жоқ жерде жаңағы қоғамда қорқыныш та басқа да болады. Заң үстемдігі деген не? Полиция қызметкері мені қорғайды деген түсінік қазір азайып бара жатыр. Сондықтан әрине осы әлеуметтік желіде көрініп жатқан көріністерден кейін қарапайым халықтың оған деген сенімі азайып, керісінше қорқынышы көбейеді. Ол орысша айтсақ природный инстинкт, халықтың өзінің действительно соған қарсы рефлексі сондай. Мен кеше әлеуметтік желіде түсінікті болу үшін бір мысалды айта салайын. Бір белгілі блогер, осындай шындықты айтатын жақсы жігіт, өзім жиі қарап тұрам, біраз тақырыптарды қозғайды. Маңғыстау облысында болу керек. Сол осыдан 5 жыл бұрын қоқыста жатқан нені тауып апты, елтаңбаны. Сөйтіп оны сүртіп жуып, басқа қылып үйіне іліп болған ғой енді. Бізде елтаңбаны жалауды, жаңағыдай қадірлеу, қастерлеу деген сияқты заңымыз бар. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде де көрсетілген.
Бірақ соны полиция қызметкері ұстап алып, сен ана үйіңе іліп қойыпсың елтаңбаны, сол үшін сені әкімшілік жауапкершілікке тартамыз деп айыппұл салды. Айыппұл салып тұрған жерін салды ма салған жоқ па білмеймін, енді сот салады ғой негізінде. Салып тұрған мен анау төлеймін деп тұрып. Сол кездегі былай қарасаң, сол тақырып халыққа қандай не береді? 5 жыл бұрынғы нәрседе мен өзім репост жасап комментариімді жаздым, бірақ ол билік өкілдеріне жете ме жетпей ме білмеймін. Министрлікті Қазақстан Республикасының прокуратурасын белгіледім, бірақ оған мән беремін бермей ме білмеймін. Және мемлекеттік қызметкер мемлекет қарға қараған көзін шықмайды деп жай қалдыруы да мүмкін. Негізінде қарасаң, ол елтаңбаны кез келген жерде тұрмайды ғой, сіздің кабинетіңізде тұрмайды. Ол әкімшіліктен или бір мемлекеттік мекемеден шыққан дүние. Оның қаяқтан шыққаны анықтамайды полиция қызметкерлері. 5 жыл бұрын қоқысқа қалай сен тастадың? Неге утилизировать етіп жоймадың? Деген сияқты актімен жою керек оны. Потому что мемлекеттің қаражатына істелінген дүние ғой. Оны жауапкершілікке тартып, осы мекемеден шыққан мекемеде басшыдан выговор алды, ана неге штраф берілді деген нәрсе болмай тұрып, ол қоқыстан тауып алған адам жауапкершілікке тарту қай? Ол полиция қызметкері емес, оған штраф салып жатқан жаңағы сотқа емес, жай қарапайым заңгер емес адамның миына сыймайтын дүние. Бірақ сол болып жатыр бізде. Содан кейін қандай сенім болу керек халықта полиция қызметкеріне? Ол полиция қызметкерлерінде жамандай беретін десең, ол полиция қызметкеріне біреу тапсырма берді деп ойлаймын. Өйткені анау қарапайым жүрген участковый ананың үйінде не бар екенін білмейді. Оған 5 жыл бұрын тауып алған елтаңбаны неге төрге іліп қойдың деп айтуға біреу тапсырма беріп тұр. Кім тапсырма береді? Не үшін береді? Өйткені ана блогер әлеуметтік мәселелерді көп көтеріп жүр. Біреуге билік басындағы отырған сол облыстың ба, сол әкімшілігінің ба, басқасының біреулердің мазасын алып жүр. Ол мансабын қорғау үшін ана блогердің аузын жабыңдар, бір бәле қылыңдар деп тапсырма беру әбден мүмкін. Өйткені ана полицейский сенің үйінде не жатыр, не болып жатыр, ананы дұрыс ілдің ба, дұрыс ілмедің ба, оның одан басқа жұмысы шаш-етектен. Бірақ біз осылай адасудамыз. Жаңағы неге деген сұрақты көп қойып жатсыз ғой. Неге? Бұның жауабын талқылай берсек өте көп. Менің ойымша бұндай жағдайлардың бәрі орын алу себебі біздің басшыларымызда, ол да қазақтың баласы ғой. Бізді Қазақстанды өркениетті ел қыламыз деген үлкен басшыларда, министрлерінде болсын, құқылы емес сияқты бір несі, халық өзімен өзі күн көрсін, біз мынау өзіміздің билігімізді сақтап қана қалайық деген бір не бар сияқты, мақсат бар сияқты. Халық өзімен өзі, біз өзімізбен өзіміз. Осы сияқты заңда үлкен қайшылықтар бар. Ол қайшылықтарды түзетін билік өкілдері, талапшыл халық. Осы нәрсе өзінің үйлесімін таппаса, қоғам бірікпесе, мейлі билік өкілдері болсын, оның ішінде құқық қорғау біздің бүгінгі үлкен тақырыптағы құқық қорғау органдары болсын, жаңа полиция қызметкері жаман деп олардың артынан қудалай берсең де дұрыс емес. Бірақ қоғам осының бәрі, билік өкілдері бар, қарапайым халық бар, басқасы бар, бірге шешуге тырыссақ, өркениетті ел бола аламыз. Ал егер бір-бірімізді жамандап жүре беретін болсақ, онда біздің ел болуымыз өте қиын. Ел емес, жем болуымыз тезірек болады. Асылбек мырза, енді студиямызға келіп, заңгерлік кеңесіңізді, ойыңызды айтып жатқаныңызға сізге көп рахмет. Құрметті көрермен, біз осымен тәмамдаймыз. Видеоны лайк басып, пікір жазып таратып отырыңыздар.